Міне қазір барлық жері жалғанып бітті. Міне крышкасын салып қойдым. Барлығы қатарымен тұр. Мынаған артық екендеуін алып қойғанбыз. Біреу өз заводской тесік болып келді осылай. Негізі общий автоматыңызды санап алып, бір автомат қана артық тесілетін қылып алсаңыз дұрыс болады. Ассалаумалейкум. Мына жерде қазір шит қойып тұрмын. Осы светті қалай жүргіземіз былай қарай, соның бәрін көрсетемін. Бірінші осы автоматтың шитін осылай қойып аламыз. Қазір қатырам, сосын ары қарай комнаталарға тартатын боламын былай қарай. Мына жерде главный сым келді, 2-10 деген сым. Желательно осындай сым салу керек. Арғы басы өшөшікке бар тұр бұның. Осыған 40-тықты қойдым қазір. Плюс-минус осылай кетті. И мына жерде двойной тағы бір қойған мен 32-лік. Екеуі бірге. Бұл неяқтан времянкеге кетеді мына жақ қарай. Сондықтан үш жерден астынан бердім мен. Міне плюсті плюске, минусты минуске бердім. 2-10 деген сымнан барлығы. Бұдан енді прямой үш жерден 2-9 салынады. Екеуіне бұл времянкеге прямой кетеді. Сонда отдельно өшірген кезде бұлай времянка, тек қана времянка өшеді. Екеуі мешет етпейді. Ендігісі мына жерден плюсовойды алдым. Жоғарымен барды дағына. Біріншіге берілді. Бірінші автоматқа. Бұл жерде ар жағын перемешкімен, мынандай перемешкі сатылады бөлек. Осы перемешкіні саласыздар. Болмаса сымнан да осылай біріктіріп тастауға да болады. Уже плюсовой мына жақтан барлығына келіп тұр. А нулевой, нулевойды алып мынаған біріктіресің. Нулевой автоматта осындай нәрсе болады. Егер аз болып жатса, бөлек сатып алуға болады. Осыған біріктіріледі. Сонда мен қазір каждый комнатаның сымы келеді мына жерге. Уже міне мынадан шығып тұр. Ана 25-ке. Үш жерге плюсовой жалғайым. Нулевойды мынаған кеп жалғай берем кезік-кезік. Осыларда. Солай жалғанады. Мен де қазір мына жақта бөлмелерде 4-ке бөліп тастадым. 2 комнатадан қосып, ал жеке-жеке комнатаға бөлінетін болса, мынаның бәрі ондай болмайды ол жерде. Мынау 25 кухняға ғана болады. Душевойға қойсаңыз да болады 25. Қалғандарына залға кондер болатын жерге. Бұлайша испанелерге 15-ті қойғанда жақсы болады. Қазір тағы да каждый комнатаға жіберіп алатын бастап. Соны әкеліп біріктіретін болады. Арнаға жазылып біркеліп отырыңыздар. Қазір барлық жері жалғанып бітті. Қайтадан сырын беретін болсам, мынау екеуі главный. Мынау плюсовой көк. Вот секілікке қарай плюсіне жібердім. Нулевойды нулевойға жібердім. Бұл бөлек времянкінікі. Келесі плюсовойдан алдында мынаған біріктірілді. Енді перемешкі берілді бір-біріне қосылып. Сонда плюсовой кеп тұр. Мынаның бәрі. Нулевойы мынаған кеп бекітілді. Осы жерден нулевойын осыған барлық комнатаның нулевойы кеп осыған бекітіледі. Мына жақтан бірінші комната, екінші
екінші комната, үшінші комната, төртінші комната. Отдельно жалған тұр қазір. Мына главный страховкаға 40-тық қойдық. Одан кейін 32-лік времянкаға кетеді. Қалған комнаталар 25-тік. Енді отдельно спальня жеке-жеке болатын болса, ол кезде спальняларға 15-тік қойсаңыз болады. Осы мына жерден скриндап алып, түсінбеген жерді жасай берсеңіздер болады. Міне крышкасын салып қойдым. Барлығы қатарымен тұр. Мынаған артық екендеуін алып қойғанбыз. Біреу өз заводской тесік болып келді осылай. Негізі общий автоматыңызды санап алып, бір автомат қана артық тескілетін қылып алсаңыз дұрыс болады. Қалған күн жәділдерді тағы да видеода көрсетемін.